Сәлем достар, сіздермен бүгін баннефи пай пирогын жасайтын боламыз. Ол үшін печеньемізді алып блендермен жақсылап езіп, үстіне ерітілген сары майды құйып, жақсылап барлығын бірдей араластырамыз. Формамызды алып, ішін сұйық маймен аздап майлап, печеньемізді соның үстіне салатын боламыз. Печеньемізді салып, жандарына бортики жасап, барлығын біркелкі етіп жаямыз. Одан кейін оның үстіне вареный сгущенканы жақсылап жағып шығамыз. Одан кейін бананымызды алып, біркелкі етіп кесіп, жақсылап тегістей қойып шығамыз. Одан соң сливкиімізді алып, қоюланғанша жақсылап араластырамыз. Сливкиіміз қоюлана келе, сахарная пудра қосып, тағы да біраз араластырамыз. Сливкиіміз қоюланғаннан кейін, оны алып кондитерский мешокқа салатын боламыз. Кондитерский мешокпен бананның үстіне сливкиімізді осылай жақсылап жағып шығамыз. Сливкиімізді біркелкі жағып болғаннан кейін, бетіне әдемі болу үшін осылай какао себеміз. Пирогымыз дайын. Ас болсын. Каналға тіркеліп лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.